Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге чикеннің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге керегі тауық аяқтары, сарымсақ, тұз, паприка бұрышы, бір лимон және сұйық май керек болады. Алдымен бір ыдысқа чеснокты, тұзды, паприканы және сұйық майды, лимонның согын сығып, жақсылап араластырып аламыз. Бәрін біркелкі етіп араластырамыз. Согын жақсылап сығып аламыз. Үстіне сұйық майды құйдық. Соусты жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған соусымызды тауық аяқтарының үстіне құямыз. Құйып болған соң астын үстіне көтеріп жақсылап араластырып аламыз. Араларының барлығына соусымыз бару керек. Мен кешке қарай дайындадым. Маринадты бір түнге қою үшін. Сіздер де солай жасап қойыңыздар. Бір түнге қойсаңыздар, тұзы, бұрышы барлығы жақсы сіңетін болады. Және үстіне тағы да кішкене сұйық май қойып, бетін жауып, салқын жерге, холодильникке түнге қойдым. Енді дайындауға кірісеміз. Бізге ұн керек, 4 жұмыртқа және панировочный сухари керек. Алдымен чикендерімізді ұнға аунатып аламыз жақсылап. Ұн барлық жеріне тию керек. Содан соң жұмыртқаға аунатып аламыз. Жұмыртқаға аунатып алғаннан кейін барып, панировочный сухаридің үстіне салып аунатып аламыз. Барлық жеріне сухарimiz тию керек. Осылай дайындап аламыз бәрін. Бәрін дайындап алған соң майымызды қыздырып, орташа отта чикенімізді пісіреміз. Екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Содан кейін барып, барлығы піскен соң 180 градусқа 20 минутқа духовкаға салып тағы да пісіріп аламыз. Духовкамыз қызып тұру керек. Мен чикендерді духовкама жібердім. Чикенім дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, қытырлақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.